Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілінен 68-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар міндетті түрде подписация батырмасын басып, біздің арнамызға жазылып алыңдар. Себебі біздің арнамызда сендер қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар балалар. Сондай-ақ балалар түсінбеген тақырыптарыңды біздің арнамыздан қарап, түсініп алсаңдар болады. Енді балалар бүгінгі сабағымызды бастайық. 12-ші жаттығу мәтінді тыңда. Ересек оқушы. Әбілхан тұңғыш рет мектеп табалдырығын аттағанда 25 жаста еді. Өмірінде оқулық ұстап көрмеген Әбілханға оларды түсіну қиын еді. Есеп тіпті ауыр. Бірде мектеп директоры Әбілханды шақырып, оңаша сөйлесті. Сонан соң сыныбындағы 2 баланы шақыртып алып, ертеңнен бастап Әбілхан сурет студиясында оқиды. Екеуің кезек-кезек студияға ертіп барып, оған тілмаш боласыңдар деді. Әбілханды ертеңінде суретші Хұлтовтың үйіне Дәлденбаев ертіп барды. Үйден шашы аппақ қудай, көзілдірікті шал шықты. «Қош келдіңіздер», деп үйге өзі бастап кіргізді. Жаркенттенсің бе? Деді ол. Білем, ол жерлерде болғанмын. Тамаша таулы өлке. Деп жер жанаты Жетісуды жанындай жақсы көретінін айтты. Үйренуге сабақ алуға келдім дегенде Хлудов қатты қуанды. Міне, жасым 78-інде. Өмірімде алғаш рет қылқалам ұстаған қазақ суретшісін көріп отырмын. Деп қоштасарда бір қорап акварель қағаз берді. Әміртай Бөриевтен дейді. Енді балалар, бізде осы мәтін бойынша сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап берейік. Тірек сөздерді белгіле дейді. Мәтін кім туралы, ол кімнен сабақ алды? Әбілхан неліктен мектепке кеш келді деп ойлайсың? Мәтін неліктен ересек оқушы деп аталды? Мәтіндегі жалқы есімдерді теріп жаз дейді. Енді балалар бірінші тірек сөздерді белгіле дейді. Бұл жерде балалар мысалы Әбілхан, 25, тілмаш, сурет, суретші, Хлудов, Дәлденбаев, көзілдірікті шал, Жаркент, жер жанаты, Жетісу, қылқалам, акварель, қағаз деген сияқты тірек сөздерді белгілеп алсақ болады. Келесі мәтін кім туралы дейді. Бұл жерде балалар мәтін суретші Әбілхан Қастеев жайлы айтылған, Ол кімнен сабақ алды дейді. Балалар, ол Николай Гаврилович Хлудовтан сабақ алды. Келесі, Әбілхан неліктен мектепке кеш келді деп ойлайсың? Оның балалар мектепке кеш келуінің себебі сол кездегі сауатсыздық, экономикалық жағдайдың төмендігі мектепте оқуға, сауат ашуға мүмкіндік бермеді. Сол себепті ол мектепке кеш келген екен. Келесі сұрақ бізде балалар, мәтін неліктен ересек оқушы деп аталды дейді. Балалар, олай аталу себебі бізде бұл мәтінде мектепке кеш барған Әбілхан Қастеев туралы айтылған. Яғни Әбілхан Қастеев мектепке кеш барғандықтан ересек оқушы деп мәтіннің аты қойылған екен. Келесі, мәтіндегі жалқы есімдерді теріп жаз дейді. Бұл жерде балалар жалқы есімдер Әбілхан, Хлудов, Дәлденбаев, Жаркент және Жетісу деген сияқты жалқы есімдер бар екен. Келесі енді бізде балалар 13-ші жаттығу көптік жалғауларының тиістісін қойып жаз дейді. Яғни балалар, бұл жерде өздерің білетіндей дардер, тартер, ларлер деген сияқты көптік жалғаулары бар. Олар сөздің түбіріне қарай, сөздегі жуан және жіңішке дыбыстарға қарай өздерінің жалғаулары жалғанады. Сол жалғауларды дұрыс жалғап жазуымыз керек біз. Енді келесі, көпше түрдегі зат есімдердің астын сыз дейді. Яғни балалар, осы мәтінді жазып болғаннан кейін көпше түрдегі зат есімдердің астын бір сызықпен сызуымыз керек екен. Енді бірінші балалар көптік жалғауының тиістісін қойып жазып алайық. Ауданда суретшілер жарысы өтті. Балалар сурет салуды жақсы үйренген. Жеңімпаздарға сыйлықтар тапсырылды.
Енді балалар, бұл жерде көптік жалғау жалғанған сөздер суретшілер, балалар, жеңімпаздарға және сыйлықтар деген сөздер, иә. Яғни суретшілер сөзінде лер, балалар сөзінде лар, жеңімпаздарға сөзінде дар, сыйлықтар сөзінде тар деген көптік жалғаулары жалғанып тұр екен, иә. Келесі бізде шығармашылық үзіліс 14-ші жаттығу. Өлеңді оқып дейді, мазмұнына сай сурет салып көр дейді. Суретші боламын. Суретші болам өскенде, саламын туған даламды. Қызарып батқан кештерді, жұмыстан қайтқан анамды. Бояуын құям аспанның, басына биік асқардың. Суретін салам сағынсам, бірге оқыған достардың. Қанипа Бағыбаева. Енді балалар, бұл жерде бізде суретші болам, яғни суретші болғысы келген бала туралы жазылған, иә. Яғни балалар, бұл жерде біз мынандай сурет салсақ болады. Яғни балалар, сурет салып тұрған баланың суретін салсақ болады, иә. Осыған немесе ұқсас суреттер салсаңдар болады. Енді балалар, осылай дәптерлеріңе суреттеріңді салып қойыңдар. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар қазақ тілінен басқа математика сабақтарын оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды, түсінбеген тақырыптарыңды оқып, сабақтарыңды жасай аласыңдар балалар. Келесі кездескенше балалар, сау саламатта болыңдар.